Буындап оқудың ең оңай тәсілі. 3-ші бөлім. Бітеу буындар. Бітеу буында міндетті түрде ортасындағы дауысты дыбыстар созылып айтылады. Мысалға, келесі буындарды бірге оқиық. Шаш, тау, кел, жол. Ал енді ойын ойнайық. Кестедегі буындарды тап. Тас буыны қайда? Дұрыс, тас буыны осылай жазылады. Қой буыны қайда? Қой буыны міне. Сол буыны қайда? Әрине, сол буыны осы. Сүт буыны қайда? Сүт буыны осы. Және де бар буыны қайда? Бар буыны осы. Балақайлар, бітеу буындар кестесіне қарап, буындарды бекітіп, оқып үйренейік. Тас, тер, төк, соқ, леп, бор, қас, лақ, жол, піл, мақ. Осылай басқа да буындарды оқимыз. Видеоларым ұнаса, лайк басып каналымызға тіркел. Келесі кездескенше бұдан да қызықты видеолар болады.